жүсіп стамбулға барып Хауаны іздеп тауып үйленуге қайта ұсыныс жасайды. Екеуі бірге той көйлегін таңдайды. Топырақ Хауа мен жүсіптің бақытты болғанын қалайды. Әпкесіне сен бақытты болсаң болды деп айтады. Сұлтан Топыраққа Хауаның Жүнитпен атастырылғанын айтады. Топырақ сенбейді. Сұлтан, сенбесең барып Жүниттің өзінен сұра. Тек байлық пен ақша үшін Жүсіптің басын айландырып алды. Ол тіпті Жүсіптің бөлмесіне кіруге де менен көмек сұраған. Жұрт білсе, отбасыларың масқара болады. Жұрттың аузын жаба алмайсыңдар. Босқа әркіммен бір атастырылған қыз ретінде болып қалады дейді. Топырақ түрмеге Жүнитпен кездесуге келеді. Жүнит растап, иә, біз Хауа екеуміз атастырылдық. Түрмеден шыққан соң дүркіретіп той жасаймыз. Келесі келгенде Хауаны да ертіп келші дейді. Топырақ ештеңе демей шығып кетіп бара жатқанда Сыткыны көреді. Сытқы ашуланып, кіммен кездесуге келдің, бері кел деп ұмтылады. Бірақ Топырақ қолыңды тарт деп шығып кетеді. Сытқы апасына Топырақпен сөйлес, оны алып кел деп айтады. Апасы Топырақтың артынан келіп, өтінемін Сыткымен бір ауыз сөйлесші деп жалынады. Топырақ, мен Сыткыны өмірімнен өшірдім. Онымен сөйлесетін сөзім жоқ деп кетіп қалады. Жүсіп әкесіне Хауамен үйленетіндерін айтады. Әкесі, апаңа айттың ба деп сұрайды. Жүсіп, бірінші сіздің білгеніңізді қаладым. Бүгін Хауаны қолдарыңызды сүйіп баталарыңызды алуға алып келемін дейді. Хауаның әкесі Ремзи Жүнитке келіп, неке сақиналарын қайтарып береді. Атастырылуды бұзамыз дейді. Жүнит себебін сұрайды. Аяқ астынан не болды дейді. Ремзи, сенің ата-анаң менің қызыма қарсы. Апаң келіп бұл атастырылуға қарсы екендерін айтып кетті. Сондықтан бұл атастырылуды бұзамыз дейді. Мөневердің күйеу жігіті Игітті соққыға жығып ұрғызады. Жағдайы нашарлап, Игіт ауруханаға жатып шығады. Шыққан соң Мөневердің күйеу жігітіне келіп, мені ұрғызған сенің адамдарың екенін білемін. Сен бірінші әйеліңді де өз қолыңмен өлтіргенсің. Мөневердің саған үйленуіне жол бермеймін дейді. Хауа базар аралап жүріп, Жүсіптің отбасына сыйлықтар алады. Сатушы әйел, сенің алып жатқан заттарың өте қымбат тұрады. Қазір бағасын айтсам шошып кетесің дейді. Хауа, ақшаның бір бөлігін беріп, қалғанын бірнеше күнде төлейтімін дейді. Сатушы әйел, сен қыз кімге тигелі жүрсің? Бір олигарх таптың ба? Каппадокияда бұндай ақшаны оңай төлейтін бір ғана әулет бар. Олар ханжы оғылар дейді. Сол кезде Жүниттің досы осы дүкенге келіп қалады. Хауа жеңеше, тойға заттар алып жүрсіз ба деп сұрайды. Хауа үндемейді. Сатушы әйел таңырқап, жеңеше деймісің дейді. Жүниттің досы, иә, Жүнит екеуі атастырылды. Сақина таққанда мен жандарында болдым деп айтып қояды. Түрмеде Сыткы Жүнитке Ремзидің қыздарынан аулақ жүр. Олар бір-бірінен өткен бәлеқорлар дейді. Жүнит, не айтып тұрсың сен? Менің Хауама тіл тигізуші болма деп Сыткыны ұрады. Сыткы есінен танып қалады. Жүсіп Хауаны алып кетуге үйіне келеді. Анасына гүл шоқтарын әкеліп береді. Игіт сұлтанға келіп, апа, Мөневер екеуміздің үйленуімізге көмектес дейді. Сұлтан, Игіт балам, мұны менен сұрама. Сенің басыңның амандығы бірінші орында. Мөневердің күйеу жігіті өте қауіпті адам. Одан бас тарт балам деп көндіреді. Жүсіп апасына өзінің қалыңдығын таныстыруға әкелгенін айтады. Хамиет қуанып, осында әкелдің ба? Онда не отырыз? Қане шақыр дейді. Сол кезде Топырақ Хауаны бөлмесіне шақырып сөйлесеміз дейді. Топырақ, әпке, сен Жүсіп мырзаны ойыншық етіп жүрмісің? Жүнитпен атастырылғаныңды білемін. Сенің бұлай жасағаныңа сене алар емеспін. Жүсіп мырза бұны білу керек дейді. Хауа Топыраққа айтпа деп жалынады. Топырақ, әпке, егер сен айтпасаң, мен өзім барып айтамын. Дәл қазір барып айт дейді. Сол кезде бөлмеге Жүсіп кіріп келеді. Хауа Жүсіпке, сен бара бер, мен қазір артыңнан барамын деп оны қайта шығарып жібереді. Топыраққа келіп, мен сенің бар қателіктеріңе қарамай сіңілім деп жақсы көрдім. Сен болсаң туған әпкеңді бір қателігіне бола кешіре алмайсың ба? Мінсіз адам болмайды, бәрі қателеседі деп артынан шығып кетеді. Жүсіпке жұмыстан хабарласып тез кетіп қалады. Хамиет Жүсіптің қалыңдығы келмеген соң
күтіп отыра алмай төменге түседі. Сол кезде Хауаны көріп, сен мұнда не істеп жүрсің? Стамбулға кетіп едің ғой дейді. Хауа қайтып келгенін айтады. Хамиет, онда біздің үйде не істеп жүрсің дейді. Хауа топырақ сіңіліне келгенін айтады. Хамиет, бұл үйге қалаған уақытыңда келіп кететін жер емес. Тәтең мен сіңіліңмен кездескің келсе, сыртта жолығыңдар. Сені бұл үйден көргім келмейді дейді. Хауа жылап кетіп қалады. Жүсіп Хауаны іздеп үйіне келеді. Ремзи оның келмегенін айтады. Көшеде жылап тұрған Хауаны көріп, жанына барып, не болғанын сұрайды. Сол кезде Хауа, сенің апаң мені ол үйден көргісі келмейтінін айтты. Енді келуші болма деді дейді. Ол мені келіні ретінде қабылдамайды, біздің некемізге қарсы болады деп жылайды. Жүсіп, мен апаммен сөйлесемін. Ешкім біздің үйленуімізге қарсы бола алмайды дейді. Хамиет сұлтанды шақырып алып ұрсады. Хауа бұл үйге не үшін келді? Біресе ұлың, біресе Хауа, басыма бәле болдың ғой. Мүмкін сені қуып жіберсем, қалғандарыңнан да құтылатын шығармын дейді. Хауаға айт, енді үйге келмесін. Жүсіптің қалыңдығын көрдің бе десем, көрмедім дейтін шығарсың. Сен өзі не істеп жүрген адамсың? Үйде не болып жатқанын білмейсің дейді. Сұлтан, Хауа енді бұл үйге қалаған уақытында келіп кетеді. Ол сіз ойлағаннан да қауіпті жылан дейді. Хамиет, бұл не сөз? Не дегің келіп тұр деп түсінбейді. Сол кезде сұлтан Хауаның Жүсіптің қалыңдығы екенін айтады. Хамиет ашуланып, ол қыз менің келінім бола алмайды. Мен рұқсат бермеймін деп ыдыстарды лақтырып ашуланады. Сұлтан оны сабырға шақырып, қан қысымыңыз көтеріліп кетеді дейді. Хамиет есінен танып қалады. Ремзи топыраққа келіп, Жүсіпке Хауа туралы ештеңе айтпауын өтінеді. Топырақ, әке, бұл туралы сен де білдің бе? Оны менен өтінбе, Жүсіп мырза, бұл туралы білуі керек дейді. Хамиет, Хауа кіммен байланысқанын білмейді екен. Мен оған көрсетемін дейді. Сұлтан, Хамиет ханым, қаласаңыз мен көмектесемін, не бұйырасыз деп жағымпазданады. Хамиет сұлтанға, егер бұл әңгімені жұртқа жаятын болсаң, сені үйден қуып шығарамын. Ал қазір Хауаға барып, не ойы бар екенін біліп кел деп жібереді. Сұлтан Ремзидің үйіне келеді. Хауа тәтесіне, топыраққа сен айттың ба тәте, менің Жүнетпен атастырылғанымды дейді. Сұлтан, жоқ мен емес, біреуден естіген шығар. Мен сенің жағыңдамын қызым, алаңдама, топыраққа ештеңе айтпауын өтінемін, оны көндіремін дейді. Сұлтан қайта үйге келіп Хамиетке, мен Хауамен сөйлестім. Ол қазірден-ақ Жүсіп екеуіңіздің араңызға іріткі салмақшы екен. Жүсіпке, апаң мені үйден қуып жіберді. Мені жақтырмайды, келіні ретінде ешқашан қабылдамайды деп айтыпты дейді. Біраздан соң Жүсіп үйге келіп апасына, бүгін кешкі асқа қалыңдығым үшеуміз барайық. Сізді онымен таныстырамын дейді. Хамиет ештеңе білмегендей келіседі. Топырақ Хауаға звондап, бүгін кешкі асқа барғанда бәріне шындықты айтасың әпке. Егер де айтпайтын болсаң, кешкісін өзім бәрін айтып беремін дейді. Хауа әкесіне, әке, сен мені іздеп өтірік топыраққа бар. Сосын оған әпкеңнің жағдайы нашар. Оны таппай жатырмын. Осында емес пе? Оны өзіне бір нәрсе жасап қояма деп қорқамын қызым. Әпкеңді іздеп тап деп айтасың деп жібереді. Әкесі топыраққа барып солай айтады. Топырақ, әке, мен әпкемнің қайда екенін білемін деп алаңдап сыртқа қарай шығады. Хауа арқанды алып байлап топырақтың келгенін күтіп тұрады. Топырақтың келгенін көріп асылып қалады. Бұл да Хауаның кезекті ойындарының бірі еді.